Пайғамбарымыздың Алланың оған игілігімен сәлемі болсын. Заманда Мәдина қаласында көзі соқыр еврей қайыршы өмір сүреді. Ол күнде базарда отырып тіленумен қатар, Алла елшісін Мұхаммед, ол өтірікші және сиқыршы. Оның қасына жуымаңдар. Сендерді де сиқырлап тастайды деп, жамандап, жалған қауесетті тарататын еді. Бірақ бұрын соңды ол өзі пайғамбармен сұхбаттасқан, немесе жүздескен адам емес еді. Бұл туралы хабары ақыры Алла елшісінің өзіне де жетеді. Бірақ пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, мән жайды білгенде еш абыржымайды. Керісінше, сол күннен бастап күнде азанда әлгі еврей тіленшіге тамақ апаруды әдетке айналдырады. Алла елшісі еш нәрсе деместен әкелген тамағын тіленшінің аузына өз қолдарымен салып тамақтандырады. Осы ісін пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, өзі дүниеден озғанша жалғастырады. Одан кейін тіленшіге тамақ апару тоқтайды. Қайырымды кісі тамақ әкелуін неге доғарғанын соқыр тіленші түсінбейді. Пайғамбар қайтыс болып, біраз уақыт өткеннен кейін Әбу Бәкір Сыддық, Алла оған разы болсын, қыз Айшаның үйіне зиярат етіп барады. Ол Айшадан Алла оған разы болсын: сен үнемі Алла елшісінің жанында болдың. Біз білмейтін оның қандай игі амалы, сүннеті болатын деп сұрайды. Сонда Айша: әкешім, расында сіз пайғамбарға ең жақын сахабалардың бірі болдыңыз. Сондықтан сіз оның барлық сүннеттерін орындадыңыз. Бірақ Алла елшісінің жұрт білмейтін бір амалы бар еді. Ол кісі күнде азанда базарға барып, бір қайыршыға тамақ апарып беруді әдетке айналдырған болатын еді дейді. Бұны естіген Әбу Бәкір ертесі күн азанда тамақ алып, әлгі еврей қайыршыға барады. Әбу Бәкір үйінен әкелген астан қолымен тіленшінің аузына бір үзім салғаннан кейін қайыршы түсінбестік танытып: бұл кім деп сұрайды. Әбу Бәкір: мен саған әр күні азанда тамақ әкеліп жүретін адамын ғой дейді. Сонда қайыршы ашуланып: өтірік айтпа, сен ол емессің. Өйткені ол әр келгенде мен оның жақсылығын сезінетінмін. Тамақты аузыма салмай тұрып, қолмен әдемілеп жұмсартып беретін. Және оның қолынан жеген ас жақсы қорытылатын еді дейді. Бұны естіген Әбу Бәкірдің көңілі босап, көздеріне жас келеді. Одан кейін тіленшіге: мен саған тамақ әкеліп жүрген адамның жолдасымын. Ал ол Алланың тарапынан түскен Мұхаммед пайғамбар болатын. Алланың игілігімен сәлемі болсын деп айтады. Бұны естіген соқыр қайыршы өз құлағына өзі сенбей, Әбу Бәкірден: сонда маған күнде азанда тамақ әкеліп, аузыма өз қолымен салып жүрген қайырымды кісі Мұхаммед еді деймісің деп қайталап сұрайды. Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, растайды. Әр таңда тамақтасып жүрген адамның өзі жамандап жүрген Мұхаммед Алланың оған игілігімен сәлемі болсын екенін білген кезде, соқыр тіленші өзін ұстай алмай еңіреп жылап жібереді. Көзінен тамшылап ағып жатқан жасын сүртіп жатып: мен оны лағнет дедім, артынан көп жаман сөздер айттым. Ал ол мені жамандамақ түгілі күнде асын әкелетін. Ол аз дегенде өз қолымен аузыма салып тамақтандыратын. Ол қандай мейірімді әрі жақсы адам еді деп, Әбу Бәкірді қолын ұстап: Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп иман келтіреді. Сол сәттен бастап көзі соқыр қайыршы еврей мұсылман болады.